Бағдарлама Астарлы ақиқат осы тақырыппен эфирге шыққаннан кейін әлеуметтік желіге біздің редакциямызға хабарласқан көрермендердің саны толассыз. Осы орайда біз елімізге белгілі Қарекет қорына жүгіндік. Қазір сол Қарекет қорынан келген арнайы Әлімжан мырзаны студияға шақырдық. Бұдан алдын екі бағдарламаны көріп шықтық. TikTok желісінде де, YouTube желісінде, Instagram желісінде қаншама бізді танитын оқырмандарымыз белгілеп жатыр. Көмектесейік осы Марат бауырымызға, бауырларына. Осы желтоқсан айында Қарекет қайырымдылық қорының 30 күнде 30 баспана үлкен жобасын қолға алып жатырмыз. Соның бір баспанасын осы Марат және олардың бауырларына отбасын тапсырды. Марат, кел алам. Марат, жылама, құтты болсын ең. Марат, баспадан құтты болсын. Енді өзің ойлағандай бауырларыңды бір шаңырақтың астына жинай аласың. Алтын еке, сіз емделіп еміңіз қабылдап тұрсаңыз, біз үйлі болдық. Бұйыртса бәріміз бір үйде тұрамыз. Бақыттың білмей бағасын, адасты мекен анасын. Кеш аңда қараусың. Осы бауырлармен бірге бір үйде тұру арманым болған. Бұйыртса бәріміз бірге тұрамыз. Аллаға шүкір. Қарекет қорынан алғысымызды білдіремін. Осындай бізді жинап, басымызды біріктіріп, үй сыйлап жатқандарына сіздерге Алланың нұры жаусын. Екі дүниенің бақытын тілеймін сіздерге. Аман болыңыздар. Бізге үй қатты ұнады. Үй жылы. Алтын айымыз аман есен емделіп, осы ошағымен, осы бала шағасымен болып, тек қана осы балалардың тек қана қызығын, жақсылығын көрсін.